Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің академиялық дәрісіміз 5-ші модуль аясындағы кезекті тақырып мультимодальді тәсіл деп аталады. Біз осыған дейін жекелеген спектрлік және физика-химиялық әдістерді оқыдық. Енді нағыз ғылыми зертханаларда бұл әдістердің бір-бірімен қалай бірігетінін, қалай кешенді түрде жұмыс істейтінін талқылайтын боламыз. Бұл дәріс сіздердің материалтанушы инженер ретіндегі аналитикалық ойлау қабілеттеріңізді жаңа деңгейге көтереді. Қазіргі металлургиялық зерттеулерде бір ғана аналитикалық әдісті қолдану жеткіліксіз. Сондықтан ғылымда жаңа бағыт пайда болды. Мультимодальді тәсіл материалды зерттеу барысында бірнеше аналитикалық әдісті біріктіріп, қолдануға негізделген инженерлік стратегия. Бұл тәсіл әртүрлі құрылғылардан алынған спектрлік, құрылымдық және мәтіндік ақпараттарды бір орталыққа тоғыстыруды көздейді. Мультимодальді тәсіл бір ғана әдіспен алынбайтын толық ақпаратты бірнеше әдісті біріктіріп алуға мүмкіндік береді. Мәселен, қазіргі таңда Materials Integration by Network Technology сияқты жүйелер материалдың өндірілу процесін, оның ішкі құрылымын, қасиеттерін және пайдалану мерзімін бір дерекқорға жинақтайды. Бұл тәсіл әртүрлі әдістерден алынған деректерді біріктіру арқылы материал туралы толық және сенімді ақпарат алуға жағдай жасайды. Материалдар өте күрделі жүйе болғандықтан, олардың химиялық құрамы, микроструктурасы және фазалық күйі өзара тығыз байланысты. Әр аналитикалық әдіс тек белгілі бір параметрді ғана сипаттайды және өз шектеулеріне ие. Мысалы, біз өткен атомдық адсорбциялық спектрометрия әдісі химиялық құрамды өте дәл анықтайды, бірақ материалдың микроструктурасын көрсетпейді. Сондықтан бір әдіспен алынған деректер күрделі металл жүйелерін толық сипаттай алмайды. Мультимодальді тәсілдің негізгі мақсаты материалдың химиялық, құрылымдық және фазалық сипаттамаларын бір-бірінен бөлмей кешенді түрде анықтау. Негізгі мақсат материалдың химиялық құрамы, құрылымы және қасиеттері туралы кешенді әрі сенімді ақпарат алу болып табылады. Спектроскопия, рентгендік флуоресценция, эллипсометрия сияқты әртүрлі әдістерді бір жоспарға біріктіру инженерлік талдаудың дәлдігін еселеп арттырады. Кешенді зерттеулерде әр құрылғының өз орны бар. Атомдық адсорбциялық спектрометрия элементтердің сандық концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді. Ол химиялық құрам туралы іргелі өте нақты сандық мәлімет береді. ААС мультимодальді тәсілде материалдың химиялық негізін құрушы фундамент ретінде қызмет атқарады. Химиялық құрамды білгеннен кейін бізге оның ішкі құрылысы қажет. Бұл жерде іске электрондық микроскопия кіріседі. Электрондық микроскопия әдістері материалдың микроструктурасын, дән өлшемін және микроақауларын зерттейді. Олар ААС-тан алынған химиялық талдау нәтижелерін визуалды құрылымдық ақпаратпен тамаша толықтырылады. Бұл арқылы біз элементтердің матрицада қалай таралғанын көре аламыз. Кешенді зерттеулердің тағы бір маңызды тірегі фазалық талдау. Рентген фазалық талдау материалдағы фазалардың нақты түрін және олардың кристалдық құрылымын анықтайды. Рентген фазалық талдау фазалық құрамды анықтай отырып, химиялық және құрылымдық деректерді нақтылайды. Бұл ақпарат химиялық құрам мен микроструктура арасындағы физикалық байланысты терең түсінуге мүмкіндік береді. Енді осы үш түрлі ақпаратты ААС, СЭМ және РФА деректерін бір орталыққа біріктіреміз.
әртүрлі әдістерден алынған деректерді біріктіру арқылы материал қасиеттерін жан-жақты сипаттауға болады. Біріктірген деректер материал қасиеттерін толық сипаттауға мүмкіндік береді және ең бастысы зерттеушінің қате интерпретация жасау қаупін барынша азайтады. Бұл зерттеулер зауыттар мен өнеркәсіпке не береді? Мультимодальды тәсіл жаңа қорытпаларды зерттеулерде, әзірлеуде, өндірістік ақауларды талдауда және сапаны қатаң бақылауда кеңінен қолданылады. Ол инженерлерге материалдардың экстремалды жағдайда мінез-құлқын терең түсінуге толық мүмкіндік береді. Инженерлік салада шешім қабылдау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Кешенді ақпарат инженерлерге сенім ғылыми негізделген шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе үлкен зауыттағы күрделі өндірістік процестерді оңтайландыруда аса маңызды рөл атқарады. Интуицияға емес, дәлелденген мультимодальды сандарға сүйену нағыз кәсіпқойлықтың белгісі. Қорытындылай келе, мультимодальды тәсіл бұл заманауи металлургиялық зерттеулердің негізгі бағыты. Бірнеше әдісті сауатты түрде біріктіріп қолдану арқылы материал туралы толық әрі сенімді ақпарат алуға болады. Ол материалды жан-жақты түсінуге және нақты инженерлік қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырма: экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіздер. Мұнда сіздер мультимодальды тәсілдің не екенін, бір әдістің неге жеткіліксіз екенін, сондай-ақ АС, электрондық микроскопия және фазалық талдаудың әрқайсысының рөлін түсіндірулеріңіз қажет. Екінші тапсырма: осы тақырып бойынша мультимодальды тәсілдің металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазыңыздар. Үшінші тапсырма: келесі слайдтағы кестені толтыру қажет. Бұл жерде АС, электрондық микроскопия, рентген фазалық талдау және физикалық сынақтар әдістерін алынатын ақпаратта және олардың мультимодальды тәсілдегі рөлін жүйелеп жазып шығыңыздар. Осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Білімдеріңіз толыға берсін.